Сәлем баршаңызға. Бүгін таңғы асқа панкейк дайындайтын боламыз. Рецептіні соңына дейін қараңыздар. Жұмыртқаның үстіне қант саламыз. Оны араластырып, оның үстіне сүт құямыз. Сүтпен жақсылап тұрып араластырамыз, қантымыз ерігенше. Електің ішіндегі ұнымызға қосқымызды қосып араластырып аламыз. Електегі ұнымызды аз-аздан салып араластырып отырамыз. Барлығы жақсылап араластырып алғаннан кейін ерітілген сары майымызды салып барлығын қосып араластырамыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырымызды қызып тұрған табаға құйып пісіреміз. Қамырымыздың дайын болғандығын бетінде осындай түйіршік, көпіршіктер, тесіктер пайда болғаны бұл пісті деген, екінші жағын айналдыру керек деген сөз. Бірінші жағына қарағанда екінші жағы тез піседі. Осылай піскен панкейкімізді алып, келесі панкейктерді аз мөлшерде құйып пісіре береміз. Астындағы оты жай да емес, қатты да емес, орташа болу керек. Мінекей біздің панкейкіміз дайын болды. Қазір мен сіздерге арасын ашып көрсетейін. Мінекей осындай болып піседі. Тез әрі жылдам піседі. Мен осылай шоколадты ертіп, үстіне құйып әсемдеп дайындадым. Сіздерге ұнаса, маған тіркеліп лайк басыңыз. Сіздермен бірге болған Салима.